Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 40-шы есептің 3-ші бөлу амалын орындаңдар. Мынау бірінші бөлшекті бөлшекке бөлген кезде бірінші бөлшектің өзін жазып көбейту деп екінші бөлшектің алымы мен бөлімін орнын ауыстыратынбыз. 5-ші сыныптың ережесінен білесіздер. Сонда 35х-тің 5 дәрежесі көбейту екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырам. 7х куб бөліміне бараттағы, алымындағы 34 үстіне барады. Сонда 35 пен 7 қайтеді екен, қысқарады. 35-ті 7-ге бөлсек 5. Х-тің 5 дәрежесінен х-тің 3 дәрежесін алып тастаймыз. Яғни 3 дәрежесінен квадраты қалады екен, Сонда 5-ті көбейт 34-ке х-тің квадраты тең 170 х-тің квадраты деген жауап шығады. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. 4xy 3ab. Көбейту оң сан теріс санға бөлгендіктен минусын алдына шығара салайық. 12a квадрат b дан 10x квадрат y. Яғни алымы мен бөлімін орнын ауыстырдық. Екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орнын ауыстырамыз, балалар. Енді осы жерде қысқаратындар бірден қысқартайық. Мына 10 мен 4-іміз қысқарады, 2-ге қысқарады. 4-ті 2-ге бөлсек 2, 10-ды 2-ге бөлсек 5. Х-тің квадраты мен х қысқарады, y пен y қысқарады. 12 мен 3-ті қысқартайық. 1, мұнда 4. А-ның квадраты қысқарады, А-ны сызам. Б мен Б қысқарады. Сонда оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан бөлімін өзін жазам. 4-ті 2-ге көбейтем. 8. Мына жерде А қысқарылған жоқ, оның квадраты ғана қысқарды, 8А-дан 5 әріптер қысқарды ма? Х қалыпты. Минус 8А-дан 5х деген жауап шығады. 5-шісін көрейік. Оң санды теріс санға бөлем. Ең бірінші таңбаны жазып қояйық. Бірінші бөлшектің өзін жазамыз. 20х куб 9y квадрат. Көбейту y-тің 5 дәрежесін бөлшектің бөліміне жіберем. 16х-ті бөлшектің алымына жазайық. Тең. Қысқаратындар бар ма? Қысқартайық. Екеуі де 4-ке қысқарады. 16-ны 4-ке бөлсек 4, 20-ны 4-ке бөлсек 5. Y-тің мынау 5 дәрежесі мен мына Y-тің квадраты қысқарады. Мұнда Y-тің 3 дәрежесі қалады, X пен X-тің кубы қысқарады, мұнда квадраты қалады. Сонымен минус 5х квадрат y куб тан 9-ды 1-ден 4-ке көбейтіп жүрсек 36 ғана қалады екен, бұл жерде. Міне есебіміз осымен шығады екен. Бұл жерде әріптерін барлық қысқарып кетті, дұрыс па? Тамаша. Келесі 40-та 3-ші есеп. Теріс санды оң санға бөл дейді. Тағы да минусын жазып алайық, балалар. 21d квадрат 8c көбейтем 6c квадраттан 7d болады екен. Қысқаратындар қысқартайық. d мен мына d-ның квадраты. Мына d-ның өзі сызылмайды, балалар. Өйткені бұл жерде d-дан 2 бар, дәрежесімен қысқартып жүреміз. Мынау с-ның 1 дәрежесі, с қысқарады, мұнда с-ның квадраты. Квадрат қана қысқарады, с қысқарылған жоқ. Сонда оң санды, теріс санды оң санға бөлсек минус шығады. Бөлімін жазып қояйық. Енді 21 мен 7-ні қысқартайық, 3 болады. 6 мен 8-ді қысқартсақ, нешеге қысқартамыз? 2-ге қысқартамыз 3, 2-ге қысқартамыз 4. Сонда бөлімінде 9d с алымында 4 қалады екен. Не есептеріңіз шықты? Келесі есеп. Балалар, бұл жерде мына бөлшектің бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз. Сонымен тағы да оң санды теріс санға бөлсек, теріс сан шығады. Минусын жазып алайық. Бірінші бөлшектің өзін жазайық. 7d-дан 18 с-ның 4 дәрежесі. Көбейту. Мынау 1-ді үстіне жіберем. 9c квадрат d. Мына минус міне алдына шығып кетті, түсінікті? Тең, енді қысқартайық.
18-ді 9-ға бөлсек 2. С-ның квадраты мен С-ның 4 дәрежесі қысқарады, мұнда 2 дәреже қалады, я. Мына D бөлшектің бөлімінде тұр, олар қысқармайды. Минусты жазамыз. Бөлімінде 7D квадраттан 2 С-ның квадраты қалады. Келесі 11-ші есеп. Оң санды оң санға бөлем. Оң сан шығады. 10x-тің x емес a-ның кубы 3x көбейту бір бөліміне кетеді 5a квадрат. Тең. Мына a-ның квадраты мен a-ның кубы кетеді. Мына a қалды. 10 мен 5-ті қысқартайық. Мұнда 2 болады, я? 5-ті 5-ке бөлсек 1 болады. Сонымен 2a 3x. Не есебіміз шығады? Берілгенін жазбай-ақ қояйын. Бірден қысқарта берем. Мынау 4 пен 2-ні қысқартып алайық. 2. Мына 3-ті 2-ге көбейтсек 6. Мынау 3-ті 15 пен қысқартсақ 5. Коэффициенттеріміз бітті. Енді әріптеріне көшеміз. А мен қысқаратын бар ма? Міне А-ның квадратын сызамда, мына А-ны сызам. Б, мына Б-ның квадраты ғана сызылады. X-тің квадраты квадрат қана сызылады, мына X кетеді. Y, мына Y кетеді, я? Енді қысқаратын дүние бар ма? Қысқаратын дүние жоқ сияқты, я? Сонымен бізде жауабы бөлімінде 5 қалды. 5 B куб. Нарада 1 дәреже қалды, я? B-ның. Нарада квадраты қалды. Сонымен 5 B-ның кубынан неше қалады екен? Асықпай әріптеріне қараймыз. А және А. А квадрат және X квадрат қалады екен. Міне 1x, міне 1x. Олар негіздері бірдей болса, дәреже көрсеткіштері қосылады. Міне есептеріңіз шықты. Келесі. Үшіншісі 6 мен 42-ні қысқартайық. 42-ні 6-ға бөлсек 7. 49-ды мына 7-ге бөлейік, 7 жазайық. Енді мына 35 пен, мына 7 мен мына 5-дің көбейтіндісі 35-ті береді. Дұрыс па? Енді мынау m-ның кубы, m-ның өзімен бірге қысқартамыз. Нарада дәрежені қысқартамын. Дәреженің қасына не жазам? 2 дәреже қалады. n-ның квадраты. Бізде мынарда n-ның 6 дәрежесі. Және мынарада n-ның 4 дәрежесі 2-ге 4 қосам 6. Сонда мына түгел мына n-ның 6 дәрежесімен қысқарып кетеді. Нарада p-ның квадраты мен нарадағы куб дәрежені қысқартайық. P-сы қалады балалар. m-ның нарада квадраты қалыпты, я? Бағанамна мына жерде қысқарттық екен ғой, мына жаққа мән бермегенбіз. Сонымен m-ның 4 дәрежесі мен нарада 4 дәреженің квадратын қалтырайын. m қалды. Нарада m-ның квадратын түгел сызып тастаймыз. Енді p-ның кубымен қысқаратын дүние бар ма? Жоқ. Сонымен бізде ешқандай коэффициент жоқ. Сонымен нарада p-ның 3 дәрежесі, p-ның 4 дәрежесі. Алымында мынаның барлық қысқарып кетті. Міне асықпай қарап аласыздар, m квадрат қалды. P-ның 4 дәрежесінен m квадрат қалады. Келесі 5-шісі. Ортақ көбейткішті жақшан сыртына шығарып жүрген болады. Балалар, көп оқушы осы жерде шатасады. Нарада b-ны көріп ап, b-мен қысқартып отырады. Ондай жұмыс жасауға болмайды. Үлкен қате жібересіздер. 3n-ның квадратын өзін жазып қоямыз. Алымына қараймыз. Яғни ешқандай формулаға келмейді. Ортақ көбейткіш бар деген дүние. Ортақ көбейткіш жақшан сыртына шығарып жіберейік. Көбейту 2m. Мынаның бөліміне қараймыз. Тағы да ортақ көбейткіш, екеуінде де n бар, я? b минус a қалдырып жүрейік. Тең. Енді қараңыздар. Азайту және қосулар негізі жақшаның ішінде болса қысқартуға болады, білесіздер. Бұл жерде қысқартайық десек, мынарада a минус v, ал мында v минус a. Значит, мен мынарадан минусты шығарып жіберем. Минус m v минус a. 3n квадрат көбейту 2m бөлінген n көбейту v минус a. Тең v минус a мен v минус a-ны қысқартып жіберейік.
минус, сонда бізде жауабы 3n кубтан 2m квадрат қалады екен есебіміз. Не есептеріңіз шықты? Келесі. Бөлімі, алымын өзін жазып аламыз. Бөлімінде ортақ көбейткіш x бар, я? Не, ортақ көбейткіш деген сөз екі қосылғышта да бірдей сан бар, бірдей әріп бар деген сөз. Ортақ көбейткіш дегеніміз осы. Сонда с қосу д қалады. Жақшаны жабам, көбейту. X жақшаны сыртына шығарайық. А қосу Б. Бөлінген 2АБ. Мұнау 2АБ мен мұнау 4АБ-ны қысқартайық та, мұнда 2 ғана қалады. Мына X-міз бен X-міз қысқарады. Сонда мұнда 1-ге ештеңе қалған жоқ. Сонда бөлімде с қосу Д қалды. Алымында 2, жақшаның ішінде А қосу Б қалды. Есептеріңіз шықты. Келесі 9-шы есепті қарайық. Оң санды теріс санға көбейтсек, теріс сан шығады. Бірден балалар таңбаны алдына жазып алайық. Енді бірінші бөлшектің алымында жақшан сыртына сыны шығарып жіберейік. X минус Y 35 X квадрат Y квадрат өзін жазып алайық. Көбейту 15 X Y. Мұнда n-ді шығарып жүреміз. Y минус X. Енді қараңыздар. Тағы да тура сондай жақша болып тұр. Мынау X минус Y, Y минус X. Мұнда минусты шығарып жүрсек, мұна минуспен плюс болып кетеді. Сонда C Y минус X 35. Мұнан бір жерден қысқарт жүру керек еді. Жарайды, тұра берсін. X квадрат Y. Шамдап алайық, содан кейін қысқарта саламыз. X квадрат Y квадрат и 15x Y бөлінген n Y минус X. Міне енді қысқартамыз. Y минус X-тарымыз қысқарды. 35 пен 15-міз 5-ке қысқарады. 15-ті 5-ке бөлсек 3, 35-ті 5-ке бөлсек 7. X-тің квадраты кетеді, Y-тің квадраты мен Y қысқарады. Сонда бөлімінде 7n X Y алымында 3 с. Міне есеп шықты.